Ассалаумағалейкум, арма қазақ каналымызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алушылар қатарында біліңіз келсе, онда арнамыздағы подписывайтесь және де бір ғана лайк түймелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Маусымда қай күндері қауіпті екені белгілі болды, ал онда біз бастадық. Магниттік дауыл күндері және олардың хал-жағдайлары әртүрлі жайлар ескерілген боларсыз. Бұл күндегі жарқындардың әсерінен пайда болатын жердің магнит өрісінің бұзылуы. Бұл тербелістерге байланысты жүйке жүйесінің жұмысына, сондай-ақ барлық тірі организмге, соның ішінде адам денсаулығына да жағымсыз әсер етеді. Магниттік дауылдардың әсіресе көбіне ауа райына тәуелді және созылмалы аурулары бар адамдарға қатты сезіледі. Бұл күндерде көпшіліктің басы ауырады, қысымы көтеріледі және буындар ауырады. Ресей ғылыми академиясының ғалымдық зерттеулер университетінің күн атмосферасының және геофизиологиялық аспаптар зертханасы менен Ресей ғылыми академиясы Сібір бөлімшелерінің жер-күн физикалық институтының мәліметі бойынша жаздың алғашқы айларында магнит дауылдары көп болмайды. Олардың болжамы бойынша 18 маусым күні магниттік дауыл күтілуде, сондай-ақ магнит формасының бұзылу күйі 2 маусымда басталып, 4 маусымға дейін жалғасады. Сол күндері 19, 20, 25 маусым күндері де белсенділік байқалады. Магнит дауылдарының әсерін қалай азайтуға болады? Ол үшін мына ережелерді сақтаңыз. Таза ауаны жиі серуендеңіз. Күн бойына алкогольдік сусындарды, кофе және майлы тағамдарды тағамданбаңыз. Көбірек демалуға тырысыңыз. Ұйқының қандырып, қарама-қарсы душ болмауға және су режимін сақтаңыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.